40'ta. 40'ta mı? Bazı 40'қа келіп төңірек. Сол жайлап жастардан қалмайық деп жайлап. Bazı Қараймыз. тек кіммен төбелестің брадан? Қуатпен ба? Иә. Тема. Сол рухқа барам ба деп ойлап. Сен жасың нешеде? Бақаш. 20-дамын мен, 20-ға толдым енді. Жас, 20 жас кіші екенсің ғой менен. Сен сонда 85 ба? 85. Сен деген не ма ана? Вообще айналастың ба төбелеспен негізі? Жоқ, біздің таза көше ғой. Армлесник та? Қол күрес қой чисто. Жоқ, кулачкіден көше өте береді негізі. Кулачкіден. Төбелесіп тауға болады көшені салып та. Негізі брадан сол рухқа баратындар негізі алдын ала дайындалып бара ма? Жоқ. Дайындалғанда қалай? Тренировка? Формасыз кәдімгі бара саламасың да осылай. Жоқ, қарашы, например, медиа бар ғой, медиа. Мен ойлаймын, медиадағылар банағы Дарабоз, Ханата, олар тренировка істемейді олар. Бұлай төбелесе береді ғой. Біз енді веш қуат екеуміз енді шығып жүрік қой енді анда-мында дайындалып жүрік. Жалғыз проф біз болды ғой. Қалғандар дайындалмайды ондай қатты негізінде. Анау бір бала бар ғой. Бірінші төбелескен Томпақтау келген бала бар ғой. Ол негізі боксер сияқты ол негізі. Боксер ғой. Ана 3 күн қатысқам деп жүрген бала ше. Анау ұтылып қалған бар ғой, мастер спорта по боксу. Анау КМС, призер Казахстан. Сондай бірдеңеміз бар ғой. Орда негізі былай бармауларда подписчик анау-мынау бар ма? Или кастингтан өтіп солай кетті ма? Сол кастингтен өтті олар. Сен салмағың қанша? 67-68 ғой. Бой қанша бой? 76. Бірдей емекенбіз ғой бойымыз. Андай қатты үлкен емеспіз. Просто сол қол күреспен айналысқам. Бай төбелесеміз ғой енді. Қол күрес не ғой? Қол күрес деген негізі төбелеске жақсы қол күрестің балдары, по идее. Қолдар мықты болады. Сол тисе да брадан оны тигізу керек та. Тигізу қиын сон. Тисе бірақ әжептәуір болады, бірақ тию қиын да. Былай негізі. Тигізем де ұшып қалады адамдар, білесің ғой. 1-0 брадан кеттік.